Эй, сәлем достар, сізден бірге мен Нұрған қалам, ал бүгін біз достар киоск дейтін бір инди-хоррор ойынды ойнап көретін боламыз. Иә достар, инди-хоррор ойындар түсірмегелі көп болды, сол себепті бүгін мен жазып алдым. Қазір бірге ойнап көретін боламыз. Қандай не ойын екенін қазір көретін боламыз. Қорқынышты болатын шығар деген ойдамын. Достар, сіздер қарсы емес шығарсыздар да, мен бүгін майкымен отырмын, достар, енді білесіздер, жаз өте ыстық, сол себепті осындай майкымен отырсам, ешкім маған қарсы шықпайтын болар деп ойлаймын. Достар, лайктарыңызды басып жүріңіздер, арна жазылды жазмаған болсаңыздар, кеттік ал достар, бастай қал. Сағынып қалдым достар, осындай инди-хоррор ойындарды. Бірінші күн, окей, бірінші күн болса, бірінші күн болсын ал. Кеттік ал. Оппана! Ойын басталды достар. Я, көріп отырғандағыздай осындай графика. Біз білетін графика ғой достар. Соңғы кезде инди-хоррор ойындардың барлығының графикасы осындай болып кетті. Так, біз достар походу поварымызды, ойбай құрсын кімзді отқан аламыз. Hello, сәлем. Сәлем достым. Бұл Михаил, сенің бастығын. Саған айтқым келетіні сәттілік, бұл сенің ең алғашқы күнің ғой енді. Соңғы жігіт дейтін ұзақ жұмыс жасай алмады, бірақ сен енді ұзақ жұмыс жасайтын шығар деген ойдамын. Тани жазылғамын да. Ол дейтін неше түрлі паранормалдық құбылыстарды көрген дейді осы жерде. Сосын ол дейтін жұмыс жасауын тоқтатты. Содан кейін мен оны көрмедім. В общем, я достар, алдыңғы жасаған адам жұмыстан шығып кеткен, орнына біз кіріп тұрық енді. Мен ойымша достар, бұл өте жаман идея, өйткені алдыңғы жұмысы шығып кетсе, бұның барлығы просто емес. Қазір алда көретін боламыз ол жұмысшы не үшін шығып кеткен. Так, игнорить ет дейді оны. Саған бүкіл рецепттердің көмегі керек болса, сен дейтін бір кітапты қарияласын, столдың басында тұрған. Сол кітапта үшін бүкіл рецепттер жазылған. Аха, окей, достар, түсіндік. Біз дейтін 12-де жабыламыз, есікті кілттеуді ұмытпа. Окей, достар. Так, біз сонда осындай бір забегаловкада жұмыс жасаймыз. Хот-дог, бургерлар жасаймыз да, соған қарағанда бізге клиенттер келеді, біз оларға тамақ береміз. Жалпы қызық көрінеді, достар. Ойбай, біреу келді ме уже? Ойбай, әйел. Так, сөйлесеміз. Аха, сәлем, бұл жерде мен сені көрмеппін. Сен дейтін бұл жерде жаңа жұмысшы шығарсың. Бұл жерде адамдар ұзақ жұмыс жасамайды. Мен негізі жалпы ұзақ жүрмеймін түнде, жалғыз, бірақ қазір менің қарным ашып тұр. Сол себепті маған хот-дог жасай аласың ба дейді. Так, plain hot-dog please дейді. Так, хот-дог па, хот-дог? Хот-дог болса хот-дог жасап берейік ал, достар. Мұнда бан деген бар, осы шығар да хот-дог. Так, оны қайда қоямыз? Оны осында қоямыз. Ойбай, құлақ кетті ғой, ё-майо. Так, хот-догты қалай жасаймыз, достар? Хот-дог, мында кітап бар екен ғой айтпақшы. Так, давайте, достар, көрейік. Так. Ой, ё-майо, мұнда неше түрлі заттар жазылған ғой. Қараңдар, хот-догты жасау үшін бізге, так, оның еті керек, колбаса ма, қайда колбаса? Нал дейді мынаны. Сосиска керек бізге, сосиска. Сосиска. Аха, окей, давайте, достар. Так, мұнда пышақ керек, пышақпен кесетін шығармыз да бұны. Так, кестік. Міне кесіп қойдық. Енді так, сосиска қайда, сосиска? Сосисканы пісіру керек шығар да, бірінші да, ең алдымен. Так, сосиска қайда? Сосисканы көріп тұрған жоқпын мен, шыны керек. Так, сосиска қайда, достар? Мұнда шығар да, холодильник. Міне ғой, достар, холодильникте бар екен, міне. Так, оны аламыз. Так, мына жерге қоямыз. Так, сосисканы қалай шығарады? Аха, окей. Бұған пышақ бірдене керек емес пе тоже? Так, пышақ алайық, давай кесіп көрейік шал. Ема, айырып кетті оқырсын, жеді жатыр. Так, мұнда саламыз. Пісіп жатыр, достар. Давайте сразу екі-үшеу пісіре берейік та. Тағы адамдар хот-дог сұрайтын шығар бәлкім. Так, екі-үшеу. Давай төртеуін салып жүрейік сразу. Так, мынау пісті. Мынау пісті. Так, қалғандар, мынау да пісті. Мынау да пісті, алып тастаймыз. Так, соңғысы пісу қалды. Міне, мынау да пісті. Болды, көбісін пісірді. Жерде жатыр, қараңдар, достар. Жердегіні алып салып берсем не болады екен? Так, саламыз. Так, енді болды ма? Осылай бере берсем бола ма? Thank you so much дейді. Рахмет дейді. Керемет, бұл әдемі шыққан. Все, болды. Ақша берді бізге. Керемет. Так, енді қайда барамыз ал? Так, мұнда... Ойбай! Жоқ. Все, басталды, достар, хоррор. Так. Мұнда... Мына ашат шығарды. Окей, свет қосамыз. Болды. Так, шошып кеттім ғой. Жақсы. Окей. Так. Келесі адам бола ма? Мына есік ашыла ма? Ашылмайды. Мұнда не қағаздар?
Бұл мені әрбір түн сайын мені аңдиды дейді. Мен оның не екенін білмеймін. Мен не істерімді білмеймін. Костюмдегі бір жігіт келіп тұр. Ал сөйлесеміз. Сәлем жігіт. Маған бір бургер бересің бе сырмен? Давай бургер жасап берейік ал. Так, бургер қайда? Бургер ме ғой да? Так. Жоқ, бургер емес. Бургер ме? Бургер ғой, дұрыс қой. Тоқташы, ана жақта холодильникте бар ма екен? Міне бургер пакет ішімде тұр ғой. Мынау дейтін не ғой? Котлета ғой, котлета. Так, сындырамыз. Котлетін давайте. Бізге чизбен деді ғой. Мейлі құрсыншы, давай. Пісіре берейік та. Давайте. Так, мына ішіне бізге не салу керек та? Сыр салу керек та. Мен сырды холодильникте көрдім. Мұнда көрдім мен. Так, холодильниктен аламыз сырды. Қоямыз. Пышақпен давайте кесек ал. Ойбай, күйіп кетті ғой. Ойбай, ет күйіп кетті. Ойбай, жаман күйіп кетті. Жаман күйіп кетті мынау. Мынаны енді бізге булочкаға салу керек бірден ететіп. Булочка қайда? Чо неге ұшырай береді тамақтарды жайлап қоймайды да? Мен достар әдейі істеп жатқан жоқпын, өзіме өзі жасап отыр дейді. Міне салдым. Так, енді сыр керек та, сырмен саламын да, сырды. Болды ма? Алам екен? Достар, керемет. Барлығы қолымнан келіп жатыр. Так, бұл жерде бұрында бір басқа адам жұмыс жасап еді ғой. Here we go. Окей, все, болды, ақшамызды аламыз. Так, енді істеу керек бізге. Мен қорқып тұрмын достар, қазір бір скример болады сияқты қазір. Мен сезіп тұрмын сондай бір скримерді. Бұл жақта бір адам. Так, әзірше ешқандай нормально. Так, келесі адамды күтеміз та. Мұнда барсақ не болады? Так, мұнда айтпақшы не? Мұнда коробка да, неше түрлі заттармен да. Окей. Так, тағы да бір адам келіп тұр. Мәна пиво неге тастадым мен? Ойбай, сындырып тастадым. Так, өгім жігіт. Сөйлесеміз. Очкидегі жігіт, ё-моё. Так, маған кофе, бургер, хот-дог. 3 сат береміз бұған. Так, екеуінде тек қана кетчуппен дейді. Все, асық дейді. Жақсы, окей. Короче, біз оған бургер жасап береміз. Бірінші, давайте, достар, бургерден бастайық. Бургер жасау үшін бізге, ойбай, күйіп кетті да. Бізге, достар, жаңадан нені алу керек, қайтадан кесу керек мына жерге. Бургер жасаймыз. Ойбай, кестік. Давайте, пісірейік. Хот-догымыз дайын тұр айтпақшы. Айтпақшы, бізде хот-дог дайын тұр екен ғой айтпақшы. Хот-дог несі дайын тұр екен ғой бізде. Давайте, уақыт созбай хот-догтың несін кесе берейік. Так, хот-дог саламыз мұнда. Ойбай, ет пісіп кеткен бар да, ойбай, пісті. Мынаны да салып жүреміз. Опа. Так, кетчуппен деді ғой да. Кетчупты қай салады? Так, сосисканы аламыз. Мұнда саламыз. Ойбай. Чо неге салынбайды? Міне. Ойбай, неге салынбайды? Кетчуп қайда? Ё-моё, мен қазір кешігіп қаламын ғой, қазір мен күтіп қалады ғой. Кетчупымды аяққа ұшырып жүрдім мен. Так, былай бере берсем не болады? Кетчупты ұмытып кеттім дейді, кетчупты. Так, мына сосисканы саламыз. Чо сосискалар салынбайды? Қайта новойдан жасауым керек ба сонда? Жақсы, новойдан жасақ барайын. Давай. Так, енді нан сақ көрейін. Салынбайды ғынаған. Салынды міне. Так, кетчуп. Кетчупым қайда менің? Мұнда кетчуп бар ма екен? Міне бар кетчуп. Таптым достар кетчупты. Қалай ағызат мынаны? Ені басай ма? Все, болды түсіндім. Енді бер жерсек ба ма? Все, енді кофе беру керек та бұған. Так, кофені аламыз. Кофе машинаға саламыз. Так, кофені жасау үшін не істеу керек? Кофені жасау үшін мынандай фигня салу керек. Окей, болды, түсінікті. Так, шкафчикті. Мынау ғой, как раз керегі. Ойбай. Так, мынаны іші салады ғой. Салдым. Все, мында кофе машинаға салама. Все, түсінікті. Енді крышкасы керек та бізге. Крышкасымен жабу керек бұны. Болды, кофе дайын, братишка, мәсаған. Енді бургер керек па? Білем, бургерді. Так, бургер достар құямыз, кетчупын саламыз. Болды, все. Болды, жігіт, мәсаған. Болды, барлығын жасап бердім саған. Так, маған кофе, бургер. Бердім ғой саған бәрін. Қуама мен саған жасап берген жоқ па? Бургер, кетчуп бәрін жасап бердім ғой. Қуама достар менен қайтан сұрап отырын. Қатесіз үшеуін жасап берген керекпін ба мен оған? Жақсы, окей, давайте қайтан жасап берейік бұған. Ё-моё, мен сонда 2 рет жасадым ғой бұл жігітке. Мен түсінбедім достар, мына жігіт менен не сұрап тұрғанын. Міне кетчуппен салдым тек қана. Міне чисто кетчуппен жасап бердім саған керек болса. Мә. Қуама? Бітем сонда. Бәлкім по порядку жасау керек шығар. Ол менен бірінші кофе сұрады. Қараңыздар, кофе сұрады, бургер сұрады. Содан кейін барып тек хот-дог сұрады. Так, мә саған. Наконец-то достар, бургер жетіспеген екен, оказывается. Болды, сен ең кереметсің дейді.
Сенің жұмысың керемет жасалынған. Тоқта. Вот. Сенің артында кім дейді? О, жо. Мен артқа қарап тұрсам, мен артқа қарамаймын. Жо, мен артқа қарамаймын. Мен артта скример күтіп тұр да. Артында кім дейді? What? Қайда кетіп қалды анау? Ей! Ё-моё. Окей, жақсы достар, ана жақта мені бір күтіп тұрады, точно. Жоқ, бір келді. Ногым тағы. Так, керемет иіс шығып тұр дейді. Жоқ, жаңбырдың иісі керемет дейді. Маған жаңбырдың иісі ұнайды дейді. One hot dog, бір hot dog with lettuce and ketchup. Lettuce дейтін не ол достар? Түсінбедім. Және cold soda, яғни сок беру керек оған. Газировка. Жақсы достар, бір hot dog жасап бер дейді маған. Мен ойымша бұл дейтін достар мына не сияқты? Міне lettuce дейтін осы ғой. Бұл все достар, түсіндім. Кеттік. Сосискілер қайда біздің? Сосискілер. Сосискилар қайда? Ойбай. Давайте сосискілерімізді пісіріп жіберейік. Нан саламыз. Пока салмайды екен. Болды. Так. Ішіне саламыз. Болды ма? Осылай ма? Кетчуптер керек па екен? Кетчуптерді пофиг сала берейік. Кетчуппен сұраған шығар, надеюсь. Вот саған, брат. Мә, мустард дейді. Мустардсыз дейді. Окей, жақсы. Давай, екі-үшеуін пісіріп қойықшы сразу. Ма, не өкіп кетті, достар. Кәм тамақ пісіріп кетті қой, короче. Мен білмеймін, достар, бұл хоррор ойын ба? Или тамақ пісіретін ойын ба? Бар енді хоррор элементтер. Бағанағыдай скримерлар шығады арасында. Бірақ, білмеймін, әзірше чисто тамақ пісіру ойыны болып кетті, мен үшін. Хот-догтар қайда? Хот-дог. Жоқ, хот-дог емес. Осындай керек маған. Осыны аламыз. Мұнда қоямыз. Сосисканы аламыз. Саламыз. Нан аламыз. Летусиді аламыз. И кетчупты саламыз. Болды. Береміз да? Енді сода сұрат бізден. Сода. Вот, міне сода бәсе. Жазылып тұр сода деп. Все, болды. Сенен бір нәрсе сұрайын ба? Иә. Сен қорықпайсың ба бұл жерде жалғыз жасауға? Өйткені естіген жоқсың ба бұл жерде не болған соңғы жігітпен? Не болды онымен? Сен білмейсің бе? Жоқ. Ол менің досым болған. Ол дейтін бұл жерде короче оны есіне ауысып кеткен. Бұл жерде неше түрлі оны соңғы рет осы жерде көрген мен оны. Мен оның соңғы рет көргенде көзінен қорқынышты көрдім. Не болса да мен кеттім. Блин, рахмет достар, мұнда бүкіл клиенттер мені қорқытуға тырысып жатыр ма, түсінбеймін достар. Әрбір клиентті Блин, жүрегім ай достар. Так, жақсы. Тағы да шағын скример болды. Блин, осылай мен жүрегім тоқтап қалмаса болды қазір ойын соңына дейін. Жынгыт скримерларды осындай дешевый оба келді, тағы бір келді. Менің әйелім менен кетіп қалды. Маған өзімнің қайғыруымды басу керек. Маған 5 пиво берші дейді. Салқын. Жақсы, бізде пиво болу керек та, мен ойымша. Бар екен ғой бізде пиво. 5-еуін берем ба саған, брат? 5-еу көп емес пе, брат? 5-еу дейді, мен ойымша қазір сен ішіп алып, қазір мас болып, короче, жолда машиға қақып кетсе мен кінәлі боламын ғой, брат. Керек емес негізі. Достар, егер де сіздер қайғырып жатсаңыздар, ешқашан пивоге жоламаңыздар. Мен ойымша басқа да амалдар бар деп ойлаймын. Осы рахмет дейді. Басқа да амалдар бар деп ойлаймын осындай қайғыруды шешетін. Так, артыма қарауға қорқып тұрмын, достар. Как будто артыма қарасам. Ойбай, ну не? 12:00. Все, біздің күніміз бітті да. Екінші күн. Окей, мұнда не екінші күн бар ма не? Так, біз бір күн шыдап соған қарағанда, бізге енді екінші күн басталып жатыр. Так, қайда барамыз сол? Так, әзірше мұнда барлығы тыныш. Окей. Так, оны кісі кеше келмеді ол бізге. Хот-дог және салқын сыра берші маған. Так, бұл сен екенсің ғой тағы да. Соңғы рет сен қашып кет төлемей кеттің ғой дейді. Айтпақшы, осы кісі бізге төлеген жоқ қой. Нал дейді, не деп жазған? Сен бірденеге нал дейді достар, мен түсінбей жатырмын мына жерде. Сен дейтін үлкен не жасадың, қателік жасадың. Сен сол үшін жазанды аласың. Кім но достар? Бізге достар угроза тастап жатыр, мына жігіт угроза тастап жатыр бізге. Көрдіңіздер ғой.
Вообще не ожидал. Шошып кеттім ғой, не болды, ну? Так, болды достар, мен өба. Шошып кеттім, қайдан шықтың сен? Бұл жерде крокодилдар, сен білесің бе, крокодилдар өздерінің қышып, не деп жатсың, мен түсінбедім даже. Так. Аха, окей. Екі бургер. Окей, все, сен маған историяларын айтпа, сен маған не заказ бересің, соны айтшыш. One with lettuce, ketchup and mustard дейді. Аха. Все, бол, достар, түсіндім. Бізден екі бургер сұрап жатыр, екеуі де әртүрлі екен. Так, мен біреуін түсінгенім, біреуі дейтін. Короче, мен түсінгенім бойынша. Біреуі дейтін достар, банағы летуци мен немен. Так, мен түсіндім достар, бұл бургер қандай екен. Біреу кетчуптармен, біреуі без кетчупа. Мен түсінгенім бойынша, да. Қайтан сұрамайшы. Так, летуци, кетчуп and mustard, летуци, кетчуп, чиз. Все, бол, түсіндім. Так, блин, нар күйіп кетті достар. Күйіп кеткен жоқ па бұлар? Так, күйіп кетті ғой бұлар достар. Күйгенен бермей қойық, ұят бар. Давай күйдірмейік. Осындай ол керек қой түсі. Түсі осындай ол керек бургердің. Бургерді аламыз. Так, котлетін саламыз. Летуси, кетчуп и мустард. Аха, осындай да. Кетчупты салдың ғой мен. Кетчуп is missing дейді, қуама. Міне достар, біреу дайын. Аха, енді екіншісін жасап беру керек. Так, екіншісінде мен түсінгенім бойынша. Так, давайте достар, бізде бітіп қалай береді, қайта котлета. Так, екіншісі мен түсінгені бойынша. Так, котлета мен, летуси мен, сосын сырмен деді да, вроде. И кетчуппен. Аха, окей. Осылай ол керек мен ойымша. Все, ема, дұрыс түсіндім мен. Керемет бургер сияқты көрінеді дейді. Окей, все, болды, ақшаны аламыз да кетеміз, все, болды. Так, блин. Не болады екен достар, мен ойымша қазір енді қызықтың барлығы басталу керек деп ойлаймын. Әзірше ойында ондай прям қатты қорқыныш заттар болған жоқ. Мен ойымша қазір болу керек деп ойлаймын. Сол себепті біз енді күтеміз, енді барынша қор заттарды күтеміз бұл ойында. Біреу келді уже. Костюммен жігіт келді тағы да. Бир және хот-дог with mustard and ketchup please. Хот-дог, окей, хот-догкен түсіндім. Так, хот-догты аламыз, сосисканы саламыз. Так, дан алып тек шынын бәрін еге маған жабысып тұр. Так, обычный хот-дог достар, кетчуппен осындай. Және менен не сұрап еді ол? Бір сыра сұраған сияқты, қателеспесем. Бір сыра сұрады. Все, болды, окей. Сен естіп едің соңғы жігіт дейтін өліп қалған туралы. Ол дейтін автокатастрофада қайтыс болды кеше дейді. Машинаға соғысып қалған ол достар. Мен естіп едім, ол дейтін, мен естігем, оның әйелі кетіп қалды одан. Полиция оның қанынан алкоголь тапқан дейді. Ол дейтін, машинамен соғысып қалған да, ішпе сол себепті машайдасан. Әрине достар, вообще негізі машайдарда ешқашан ішпеңдер достар, бұл дейтін дұрыс емес негізі. Все, так, мұнда барайықта енді. Мына жаққа барғанда, адам келеді, мен байқадым достар. Осы жаққа барасың, и мына жаққа шығасың ғой, сол кезде сразу мына жаққа бір адам келіп қалады. Но әзірше келмей жатыр ешкім. Ойбай, бір әйел келді, окей. Бірінші рет көріп тұрмын достар мына әйелді. Так, one coffee please. Мен түнімен оқуым керек. Жақсы, кофе ма? Кофе болса, кофе жасап берейік ал. Маған проблем емес, кофе жасау. Давай ал. Кофе жасау ең оңай. Кофе жасау достар ең оңайы бұл ойында. Бұл себепті жалпы қиналмаймыз кофе жасауға. Наоборот, кофе сұраңдаршы, кофе ең оңайы. Мәсаған. Бұл тез болды дейді. Шынымен де тез болды. Рахмет. Мен естіп едім бұл жерде бір түрлі оқиғаларды осы жер туралы. Бұл шын ба дейді. Сен соны көрдің ба дейді, сол бір түрлі құбылыстарды. Нені көрдім? Жақсы, еш етпес. Ешіне. Маған кету керек. Жақсы. Все, ақшаны аламыз достар. Так, айналамызға қарақ қоямыз достар. Ешкім жоқ біздің айналамызда, барлығы тыныш, окей. Так, осы арада тұрамыз достар, ешкім білдірмейміз. Так, айтпесе, барлығы тыныш. Осылай тып тыныш болып тұрғанда, шыны керек қорқынышты да, байқайсыздар ма? Клиент болмағанда, ешкім болмағанда қорқынышты. Бір бургер сырмен және... окей, все, бол түсіндім. Cold beer дейді, окей. Түсінікті. Окей. Саламыз ішіне. Не деп еді? Қалай сұрап еді? Мен тұқылым дәз. With cheese деді. Сыр қайда? Сыр. Сырды аламыз. Так, бұнда ешқандай кетчуп керек емес сияқты, мен түсінгенім бойынша. Осылай бере береміз да. Окей.
және бір сыра беру керек. Как раз біреу қалды бізде. А жоқ, бар екен ғой жоғарыда тағы да. Мә. Рахмет. Болды. Here we go. Stay safe. Окей. Ақшаны аламыз да жүре береміз. Так, тағы да мына жерде тұрамыз достар. Осы жерде тұрған ұнайды маған. Осы углда мен... Вы серьезно? Вы серьезно? Маған щитокты қайтан қосу керек та? Так, мен дайынмын достар уже скримерға. Мен дайынмын уже скримерға. Примерно как скример болады, мен уже түсініп тұрмын. Кеттік ал. Блин, вообще мен... Вообще мен соқты ма, не істеді? Түсінбедім. Окей, жақсы. Так, тағы заказ бола ма? Осылай мини скримерлар болады да сонда ойында. Так, тағы бір кісі келді костюммен. Окей. Пицца туралы әзіл естігің келе ме? Жоқ, маған кофе берші дейді. Hot-dog with ketchup. Жақсы, окей. Давайте бірінші кофе жасай берейік бұған. Бүтілі кісі екен реально. Паш кофенің бізге нелер керек? Мұндай керек бізге. Саламыз. Аха, кофе жасай бер. Hot-dog немен деді менен? Hot-dog with ketchup, окей. Бірінші давайте кофесін беріп тек. Сосын hot-dog'ын береміз. Нанға саламыз, кетчуп саламыз. Болды. Болды ғой да? Болды, рахмет дейді. Что-то бұл адам бүлтілі сияқты қараңдаршы, оның шрифті қызылмен жазылған. Так, ақшасын берді маған, окей. Так, енді. О, 12 болды. Все, болды, бітті уақытымыз. Все, достар, үшінші күн. Біз тірі қалдық, үшінші күнге дейін тіріміз әлі. Бір FNAF ойнап отқанда айттым ғой, достар, үшінші күнге дейін тірі қалдық деп. Жақсы. Енді не болады ал? Үшінші күнде енді қызық нәрсе болады шығар, да? О, әйел келді тағы да әйел. Мен көріп отырғандай сен бұл жерде әлі жасап отырсың ғой. Саған бұл жұмыс ұнайтын сияқты ғой. Жақсы, саған төлейді деп ойлаймын. Окей, маған сода керек, бургер with everything дейді. Бургер with everything, яғни бургер барлығымен. О, мынандай запрос болмады бізде, достар. Бургер барлығымен дейтін болмады бізде. Сол себепті қазір, шынымен де қазір бургердің барлығымен жасайтын болмады. Маған қызық болып тұр, достар, давай жасай қал. Бургерді, короче, барлығымен жасаймыз, то есть барлық ингредиенттерді қосатын боламыз. Котлетті, кетчуп, мустард деймін, ал бәрін қосамыз қазір. Мына лекчери бәрін қосамыз. Кеттік. Және бір сода сұрады, қателеспесем. Так, қоя тұрайық мына жерге. Қоя тұрайық. Болды, все. Ал так, қосайық. Нан қостым. Так, лекторды қостым. Так, чиз қайда, чиз. Блин, қараш, жерде жатыр барлығы. Конечно, достар, мында жерден алар ма едіңдер, достар? Егерде сыр жерде жатса, мен алмас едім точно. Так, жақсы болды. Бургер бізде дайын. Аха, алай беріңіз. Все, енді сода да, сода. Окей, сода болса сода. Давай ал. Мәсаған. Болды, рахмет. Мен білмеймін, мен бәлкім параноик шығармын, бірақ мен көрдім. Или бәлкім мен көптеген қорқынышты кинолар көрген шығармын. Бірақ мен дейтін, бірақ мен ойымша мені біреу аңдып жүрген секілді. Бұл жерлерде көптеген қорқынышты адамдар жүреді. Сақ бол. Рахмет. О, телефон соғып жатыр. Аламыз. Hello. Мен сені көріп тұрмын. Кім бұл? Не үшін сен маған соғып жатсың? Ұйықта. Көзінді ашып, ұйықта деймін, ал дейді көшім, достар. Кеттік ал. Маған мейлі кім төлеп отқан? Тағы бір жігіт. Сәлем, достым. Маған 2 кофе бересің бе? 2 cups of coffee. Hot-dog, lettuce, mustard. Окей, все, болды. Hot-dog жасаймыз. Так, hot-dog дайын болды. Енді кофе. Блин, мен уже әдемі жасайтын болдым, байқадыңдар ма, достар? Мен уже ешқандай қатесіз жасайтын болдым. Так, кофесін жасап берейін да. Кофе, давай. Блин, өзім ішкім біліп кетті ғой кофе. Өзім де жегім біліп кетті hot-dogты. Блин, қарным ашып кетті ғой бұл ойында ойнаймын деп кәдімгідей. Жақсы, мен кофеңізді алыңыз. Болды, жүре беріңіз. А че күліп тұр? Екі кофе екен ғой айтпақшы. Блин, мен ұмытып кеттім. Сори, братан. Та, мұндайдың бір шамасын алып қоятын негізі. Бір кофе емес, 2 кофе екен ғой. Жақсы. Все, міне, братан, 2-ші кофе дайын болды. Мен ала беріңіз. Сен білесің бе, көбелектер дейтін қаншет. Мен соларды әрқашанда қорқынышты деп. Окей, достар, бұл жігіт бүлтіл екен, достар. Байқандар, осы жігіт әрқашанда бүлтіл заттар айтады, мен даже аудара алмаймын. Бүлтіл заттар айтады соншама, что мен даже аудара алмаймын. О жоқ. Так, достар, дайын боламыз скримерге. Так, қайдан шығады сонда? Жақсы, окей. Так,
түсіндік бұл ойынның скримерлерін бір дұрыстап шығуға болады ғой, бір терезеден шыққан жоқсың, мен вообще не ожидал терезеден шығады деп. Жақсы. Окей, кім келеді екен ал? Так, келіңдерші ал, болды. Призрактың өзі келе ме? Давай, пышақ бар менде, давай. Қырылсасын ба? Хоп, дөйлақты жүрем мен саған, осылай. Хоп, дөйлақты жүрем. Так, сен ба? Давай, кім? 2 хот-дог, летуси, мустард. Окей, все, болды. 2 хот-дог па? 2 хот-дог болса, 2 хот-дог болсын ал. Хот-догты ашамыз. Оп, давай, сразу төртеуін пісірейікші, қайта-қайта жүрмеу үшін. Даже бесеуін пісіремін керек болса. Бірақ ойын ұзақ емес болу керек жалпы. Бірақ бүгін мына ойын ұзақ екен, базар жоқ. Мен уже ойнап отқаныма қанша болды? Окей. Так, мынаны саламыз. Не сұрайды? Летуси, мустард. Окей, летуси, мустард болса, окей, түсінікті. Летуси саламыз. Мустард саламыз. Аха, мә, біреуін алыңыз. Қазір екіншісін береміз. Білем, неге мен мустард деп отырмын, соусты. Маған ұнайды, просто ағылшынша название ұстайды маған. Сәңкіс дейді. Полиция дейтін оның денесін тапқан осы. Аха, осы жерде жұмыс жасаған адамның. Мен досымның. He was stabbed over 50 times дейді. Ол қалай? His body was in some bushes near the park, not far away from here. Ағылшын сөйлеп кетсең де қатысы жоқ. Короче, иә достар, банағы жігіті туралы айтып жатыр, сол досы туралы жігіті деп оқырсың. Досы туралы айтып жатыр, сол қайтыс болған маша авиакатастрофаға түскен. Окей. Ол дейтін мұндайды не заслужил дейді, короче. Мұндай болмау керек болды ол мен. Бірақ жақсы, бұл өмір енді. Қайтеміз енді. Болды. Ақшаны аламыз енді. Иә достар. Осындай оқиғадан кейін сіздер жасар ма едіңіздер? Осындай жерде жасар ма едіңіздер? Өздері жазып кетіңдерші комментарийға. Осындай оқиға естідіңіздер да, мысалы осы главный геройдың орнында болып көрдіңіздер. Вот не істер едіңіздер? Мен болсам, вот мен білмеймін даже. Вот мен бірақ банағыдай скримерларды көрсем, мен шығып кетер едім әрине. Oh my god дейді. Oh my god. Сен оларды көрдің бе? Олар саған не деп айтты? Мен сенің түрінде қорқынышты көріп тұрмын. Сен бұл жерден кетуің керексің. Аха, окей. Маған пиво берші дейді. Maybe should go to 1-2 дейді. Короче, достар, бұл қыз бізге айтып тұр. Жұмыстан тезірек кет деп тұр. Мен сенің түрінен қорқынышты көріп тұрмын. Анау мынау. Рахмет. Есінде болсын. Сен дейтін өзін емессің, жалғыз емессің. Сонымен қатар ақша түсіп кетті, окей. Так, достар, маған ұнап тұрған жоқ, шынына керек. Шынымен де неге жұмыстан кетпейміз? Неге на главный герой әлі жүр бұл жұмыста? Мен түсінбедім. Осындай қорқынышты. Мен достар бақыра алмай отырмын. Мен бақырар едім қазір достар. Просто мен қазір түнде түсіріп жатырмын. Вот көршілер естісе мені өлтіреді. Мен сол үшін бақырмай жатырмын. А так мен уже қазір шыңғырар едім бана скримерден. Шыңғырмауға тырысып жатырмын барынша. Так. Окей, I have another good one for you дейді. Мысалы, неге хот-дог оның әйеліне үйленді? Өйткені ол дейтін, ода керемет банаға, несі болды дейді банаға? Маған пиво берші дейді. Burger with cheese. Мына жігіт что-то бір прям сумасшедший мына кісі. Вот алдында да келіп еді, түрлі нәрселер айтты. Маған бургер дей ма? Burger with cheese. Окей, жақсы. Блин, неге бұндай клиенттерге заказын орындап жатсың? Қаршыш, бірақ жақсы. Любой клиентке енді жұмыс жасау керек қой енді. Көрдіңіздер ме, не деп жатқанын, вообще прям неадекватты нәрселер айтып жатыр. Burger with cheese дей ма? Жақсы. Так, cheese, мә саған. Және пиво да. Так, пивоны ал онда, мә саған. Cheers дейді. Болды, ақшаны алдық. Болды ма? Так, осы жерде тұрамыз. Окей. Енді О, жоқ, достар. Блин, только осы емес, только осы емес, достар. Вот. Ну не. Подарок? Окей. Гейммейт ойын VV дегенмен жасалған. Ойнағанына рахмет. Егерде сен көптеген ойындар ойнағың келсе, менімен жасалған, онда общем, я түсіндім я. Окей, достар, ойын бітті. Бұлай бітеді деп вообще ойламадым, достар. Біз сонда өліп қалдық па не? Бізді жарып жіберді, короче, достар.
керемет. Мен ойлап едім достар, біздің басты кейіпкер тірі қалатын шығар деп машинамен отырып таятын бар деп ойлап едім. Мына басқа ойындағыдай сияқты басқа инди хоррор ойындарда сөйтеді ғой, мысалы соңында машинаға отырады, кілт тауып алады, таяды ғой. Дәл сондай бірдеңе болатын бар деп ойлап едім, бірақ бізді хэппи энд күткен жоқ мына ойында. Біз просто жарылып кеттік. Керемет достар, осындай жерде жұмыс жасап жарылып кету не үшін жарып жіберді бізді, біздің қандай кінәміз болды, мен еще түсінбедім. Қой, жақсы достар, лайктарыңызды басыңдар, арна жазылыңдар. Егер де тағы да осындай инди хоррор ойындарды күтсеңіздер, комментарий жазып кетіңдер, қандай ойындар бар, тағы да осыған ұқсас немесе өздеріңізге ұнайтын бір инди хоррорды айтып кетіңіздер, бәлкім ойнап көруге тырысармын алдағы уақытта. Сіздермен бірге оңдырылған қалам, келесі кездескенше сау болыңыздар.